Барша қазақстандық зейнетақы алатындары тезірек көрсін. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтардың біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк басып ұмытпаңыз. Қазақстандағы ең бай зейнеткер қанша алады? Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Қазақстандағы ең жоғары зейнетақы мөлшерін жариялады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мәліметінше, 2023 жылы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларына 591,3 миллиард теңге төлеген. Оның ішінде тұрғын үй жағдайларын жақсарту және емделу мақсатындағы бір жолғы зейнетақы төлемдері 284 миллиард теңге болса, жасына байланысты төлемдер 150,6 миллиард теңге болған. Атап өту керек, зейнет жасына толуға байланысты бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан кесте бойынша орташа айлық төлем сомасы 32,202 теңге, ал ай сайынғы төлемнің ең жоғарғы сомасы 742,692 теңге. 2024 жылы 1 қаңтарға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының шоттарына 17,9 триллион теңге зейнетақы жинақтары болған. 2023 жылы жинақ сомасы 3,2 триллион теңгеге немесе одан да жоғары пайызға ұлғайғаны айтылды. 2024 жылы 1 қаңтардағы жағдай бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жеке зейнетақы шоттарының саны 12,3 миллионға жеткен. Видеомыз кеңінен таралып, барша зейнетақы алатындар көру үшін лайк басып, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.